Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі қазақ әдебиеті сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасы. Оқу мақсаты композицияны тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау. Ендеше, мына суретте нені көріп тұрсыңдар? Суреттегі құбылыстар арасында қандай байланыс бар? Суретші нені, қандай оқиған суреттегісі келді? Егер де бұл сурет ән, музыка үшін арнайы салынса, оның атауы қандай болар еді? Егер мақала үшін салынса, оның атауы не болмақ? Міне, осы сұрақтар төңірегінде жауап іздейік. Ендеше балалар, ықтимал жауабына кезек берейік. Суретте аққу балапандары және табиғат суреттелген. Суретте аққудың мамыражай тіршілігі мен табиғаттың тамылжып тұруы. Егер бұл сурет ән, музыка үшін арналса, оның атауы аққу, табиғат сұлулығы болар еді. Егер ол мақала үшін салынса, аққу киелі құс болар еді. Екінші тапсырма. Мәтін бөліктеріне сай тақырыпшалар қою. Тау басына біткен сұлу көл. Ауру бала немесе шарасыз отбасы. Бақташы қарт, шарасыз ана. Міне осы мәтін бөліктеріне сай тақырыпшалар қою тапсырылады. Ендеше ықтимал жауапқа мән берейік. Тау басына біткен сұлу көл бөліміне бірінші, қалай біткен мына көл тау басына? Жетім көл жетімсірейді, аққулар айдынына оралмады. Екінші, ауру бала немесе шарасыз отбасы. Жас сәбидің науқасқа шалдығуы, тәуіп шалдың айтқан ойы, ананың шешімі, ұйықтап жатқан аққуды атуы, жетім көлден сән кетті. Бақташы қарт, шарасыз ана. Көзінен жас, көңілінен мұң төгілген зарлана. Халық ырымы, аққуды атқан оңбайды. Өліп жатқан бала, шарасыз ана. Қасиет, қасірет. Ендеше үшінші тапсырма. Аққулар ұйықтағанда поэмасының мазмұнын ұстаным, мүдде, қажеттілік формуласы бойынша жинақтап, автордың айтпақ болған ойына пікір білдіру. Ендеше, балалар, ықтимал жауап. Ұстаным жеке адамның іс-әрекетінің белгілі бір бағыттылығы. Мүдде адам тіршілікті ұзартуға мүдделі. Қажеттілік керек нәрсеге мұқтаждық. Бұдан шығатын қорытынды қандай болмақ? Киелі құсқа зияндық келтіргісі келмесе де, сол іске бағытталып баласының өмірі үшін аққуды атуға мәжбүр болды. Себебі аққудың қанатына ол ана мұқтаж болды. Міне балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Дейін қойып тыңдағандарыңа рахмет.